Қайырлы кеш, құрметті математиктер қауым. Сіздермен бірге әлі бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кеңістіктегі екінші ретті беттердің екінші бөлімі. Біздің сабағымыздың мақсаты кеңістіктегі екінші ретті беттердің түрлерін қарастыратын боламыз. Олардың ішінде эллипсоид, гиперболоид және параболоид. Және осылар негізінде біз есептер шығаруды үйренеміз. Ең алдымен біз екінші ретті беттердің қарапайым теңдеулерін қарастырайық. Біз екінші ретті бетті теңдеу x, y, z декарт координата жүйесінде осылай жазылады екен. a1 x квадрат, a2 y квадрат, a3 z квадрат, a1 2 xy, xz, yz, x, yz деп жазылады екен. Осы екінші ретті беттердің қарапайым теңдеулер осы ненің формуланы қарастырады екен. Суретте көрсетілген иллюстрация. Енді бізде эллипсоид деген бірінші екінші ретті беттер, ол бізде эллипстен құралатын үш өлшемді фигура. Яғни бізде ол бір болады. Яғни біз эллипсті өткен кезде бізде бір болатын, иә. X квадрат қосқан квадрат, Y квадрат бір квадрат, ол кезде Z квадрат, С квадрат болмайды тұғын. Бұл жерде бізде үш өлшемді болғандықтан бізде Z квадрат бөлінген С квадрат деген қосылғыш бар. Бізде міне ABC дейтін біз эллипстің жарты осьтері, яғни бізде ол осьті анықтайтын коэффициенттер, яғни ол бізде тұрақты шама. Егер бізде ABC R-ға тең болса, бізде онда теңдеу X квадрат, Y квадрат, Z квадрат болады. Яғни бізде ол R болып қалады. Яғни ол радиус болып қалады екен. Бізде шеңбер түрінде болады екен. Біз теңдеуді келесі түрде жазсақ болады. Яғни біз x квадрат қосқан квадрат, y квадрат, b квадратты қалдырып, теңдіктің сол жағына 1 бөлінген h квадрат, s квадрат екен. Және x z-іміз h-ға тең болады, z осіміз h-ға тең болады екен. Сонда бізде теңдеуді a арқылы өрнектейткенбіз. Сонда бізде келесідей шығады: x квадрат бөлінген a көбейтілген түбір асты 1 минус b квадрат, s квадрат, y квадрат, b 1 бөлінген b квадрат минус s квадрат 1 дейтін аяқты бірге бөліп шығады екенбіз. Бұл жерде бізде бір қуысты гиперболоид екен фото. Бізде эллипс деп аталады. Біздегі жарты осьтері. Бізде бір қуысты гиперболоид деген бар, яғни бір қуысты дегеніміз жаңағы гиперболоид болғанымен оның бір қуысты болады. Яғни біз бір фигура ретінде қарастырады, біріккен. Соның формуласы бізде жинаны жаттауымыз керек. X квадрат бөлінген a квадрат, y квадрат, b квадрат минус болады. Жерде гиперболоид, қарапайым гиперболоид айырмашылығы. Яғни жаңағыдай біз өрнектеп шығамыз қима бойынша. Қимасы онда бізде гипербола болады екен айналдырған кезде. Z ось бойынша айналдырған кезде бізде гипербола болады екен. Сонда бізде мынаны бірге бөліп шығатын болсақ, бізде a-ның орнына біз мынаның өрнектеуге болады екен біздің формула арқылы. Сонда a 1 бөлінген h квадрат бөлінген s квадраттың квадраты b-ның орнына біз мынаны жаза алады екенбіз. Сонда бізде ол эллипстің теңдеуі шығады қима бойынша. Біздегі формула жаңағы x бойыншадағы формуласы, y бойынша формуласы қорытып шыққан кезде, немесе біз өрнектеу алуға болады екен, өрнектеу. Енді екі қуысты гиперболоид деген бір қуыстан айырмашылығы олардың арасы үзіліп қалады екен. Яғни ол екі түрлі гиперболоидқа айналады екен. Сонда бізде ол теріске айналып қалады, яғни бір жағы теріс неге кетіп қалады екен. Сол үшін бізде ол теріс мәнге ие болады екен. Бұл жердегі формула x квадрат қосылған a квадрат бөлінген a квадрат қосылған y квадрат бөлінген b квадрат және минус болғандықтан бізде оны мына h арқылы белгілейді екенбіз. Сонда бізде h с-дан төмен болса, бізде жазықта бет қимайды. H с болса, онда жазықта мына координатасына жанап кетеді. Яғни h с-дан үлкен болса, бізде былайша жазайық теңдеуіміз. Сонда бізде
қорыту арқылы шығады екен. Бізде міне теңдеу осылай қорытады. Біздегі формуласы x0 жағдайындағы және y0 жағдайында бізде x0 және y квадрат v квадрат және минус c квадрат болады. x0 жағдайында, y0 жағдайында x қалады екен, мына жерде y жоқ. Y бар мына жерде. X жоқ та, мына жерде y жоқ. Мына жерде x қалады екен. Енді келесі қарастыратын эллипстік параболоид. Эллипстің қима арқылы кескен кездегі параболоидымыз эллипс күйінде болады екен. Яғни ол бізде x квадрат бөлінген p минус y квадрат бөлінген k тең 2 еді. Яғни бізде парабола шығады екен. Парабола формуласымен ұқсас келеді. Егер біз жүйе арқылы белгілейтін болсақ, z h-ға тең болатын болсақ, жазықтық қима жазықтық бойынша. Сонда біз x квадрат p қосқан y квадрат q тең болады 2h. Z орнына h қойып отырмыз. Сонда z-тен h болады. Сонда бізде екі шарт шығады. h-ымыз нөлден кіші болса, яғни теріске болатын z h қимайды екен. h 0 болса, бұны бізде жанап кетеді екен. Координат нүктесіне h-ымыз нөлден үлкен болса, онда бізде мынадан теңдеу шығады екен. Яғни біздің h-ымыз 10 болған жағдайда, 2h бөлген жағдайда. Енді бізде 4-85-ші беттемі? 4-5 бойынша 4-85 формула бойынша бізде мынандай екі түрлі анықтайтын парабола шығады екен. Яғни біз эллипстік параболаны қиятын жағдай кезінде. Енді гиперболалық параболоид дегеніміз ол x, y, z кеңістікте теңдеуді қанағаттандыратын нүктелер жиыны гиперболалық параболоид деп аталады. Бізде осы теңдеуді қиятын болса. Онда біз теңдеуді зерттейтін болсақ, біз z h-ны қоятын болсақ, бізде h шығады екен. Біз оны бөлеміз. Осы сызықтық теңдеу. Бізде h нөлден үлкен болған жағдайда бізде қимайды, параллель болады да. H кіші болғанда ол y көліне параллель болады. H 0 жағдайында болғанда ол теңдеуіміз түрде болып, оны біз түбірасы арқылы өрнектеуге болады екен. Қол түсуді анықтайды. Егер біз 4-89-ші беттегі y жасына қиғанда бізде x квадрат h орнына бізде өрнек шығады. Өрнек көбейтіледі. Сонда бізде төбеде қимасы 0 нүктесі симметрия бойынша OZ нүктесі параболаларынан қиған кезде. Запомни, бізде иллюстрациясы осы. Гиперболалық параболоид. Параболоид бірақ ол қиған кезде гипербола болады екен. Енді соңғы тақырыбымыз екінші реттік конустар. Бізде конустың қима конус деп аталады, яғни бізде симметриялық конус. Егер біздің нақты формуласы осылай болатын болса, x квадрат бөлінген a квадрат қосылған y квадрат b квадрат минус z квадрат c квадрат тең 0 болатын. Онда бізде теңдеуді қанағаттандыратын екінші конус деп аталады. Яғни біздің формуламыз осы формуланы қанағаттандырады екен. Бізде h 0 болған жағдайда x квадрат арқылы біз мынаны өрнектеп алады екенбіз. Яғни z h қою арқылы біз мынаны бөліп бірге теңестіреді екенбіз. p квадрат h квадрат c квадрат, мына жерде a квадрат h квадрат бөлінген c квадрат. Ол бізде h 0 болған жағдайда бізде ол 0 координата басы арқылы нүктесінен арқылы қияды екен. Бұл жерде бізде y0 жазықтығымен қиғандағы формуламыз осы. Қимастығымыз x бөлінген a минус x тең 0 және екі түзу анықталады екен. Мен қуатым 8% болып тұр. Қазір техникалық үзіліс. Видеомызды ауыстырайық. Енді бізде практикалық есептер бар. Соғат қарастырайық. Бұл жерде осы нәрсептер аударатын болсақ, бізде бір однополосный деген бір қуысты гиперболоидтық теңдеуді қосамыз, егер айналдыратын болса, ол гипербола арқылы шығады екен. Гипербола. Яғни бізде ол гипербола теңдеуіміз мына жазықтықта жату керек, y0 жазықтық арқылы. Яғни OZ өзі
бойынша айналдырған жағдайда. Енді бізде шешім бойынша бізде жазықтық түрде болды. Гипербола xz бөлінген a квадрат минус z квадрат бөлінген s квадрат тең 1 болады. Яғни біз OZ осін айналдыратын болса, ол бізде x квадрат қосқан y квадрат болады. Яғни ол шеңбер түрінде болады. Яғни біз оны x арқылы нететін болған соң бізде ол x квадрат қосқан y квадраттың орнына қойып шығамыз. Сонда біздегі соңғы теңдеуіміз x квадрат бөлінген a квадрат қосқан y квадрат бөлінген a квадрат минус s квадрат тең 1 деген теңдеу шығады екен. Так, енді екінші практикалық есеп. Бұл жерде былай дейді, бізде конустың теңдеуі берілген және жазықтың теңдеуі. Бізде конустың биіктік, вершина дегеніміз, сол биіктігі нүктеде анықталған. Яғни бізде конустың теңдеуі анықтауымыз керек, яғни нүктені қанағаттандырады. Сонда бізде былай z арқылы өтетін конустың теңдеуін жазу керек. Түзу, бағыттауыш түзу. Яғни ол канондық теңдеу арқылы анықталады. Сонда x минус 0 координата нүктелерден қойып шығатын болсақ, бізде x1 және z1 дейтін нүктелер анықталмаған. Соларды анықтаймыз. Сонда бізде x1 тең болады 3x бөлінген y қосқан 3, z1 нүктесін анықтағанда ол 3z қосқан 4y қосқан 2. Сонда біз орнына қойып шығатын болсақ, канондық теңдеуі. Сонда бізде соңғы жауабымыз 25x квадрат шақшаның жүзінде 4y қосқан 3z қосқан 2 квадраты тең болады 25 y қосқан 3-тің квадраты шығады екен. Жалпы есептің жауабы осы. Так, соңғы практикалық есебіміз, егер бізде эллипсоид нүктеде эллипсоид жата ма? Яғни біз осы нүктеде жатыр ма нүкте? Эллипсоид. Соны анықтауымыз керек. Бұл есеп оңай шығады, өйткені біз тек нүктенің эллипсоидтың теңдеуін орнына қойып шығамыз. Сонда бізде 1 қосқан 2 қосқан 3 ол 4-ке тең емес, 6 болады. Сол үшін ол нүктеміз эллипсоидтан тыс жатыр. Енді сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгінгі сабағымызда кеңістікте екінші рет беттің түрлерін қарастық. Эллипсоид, параболоид, гиперболоид. Осылар негізінде есептерді шығаруды үйрендік. Назарларыңызға рахмет, құрметті математика сүйер қауым. Егер видеоны астыға лайк басып кетіп, арнаға тіркеле кетіңіздер. Енді егер қандай да сұрақтарыңыз бар болатын болса, астыға комментарийге жаза кетіңіздер. Келесі видеомыз сызықтық алгебра, соның тақырыбы бізде Жордан матрицасы мен Жордан базисі туралы анықталады, яғни сызықтық түрлендірудің екінші түрі. Құрметті математика сүйер қауым, сау